Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай үлпілдек, жұмсақ, дәмді болып шығатын құймақ жасаймыз. Керек заттар астында описаниеда бар. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше араластырып алдық. Оның үстіне комнатный температурада тұрған айранымызды құямыз. Араластырып болғасын шым-шым тұзымызды саламыз. Енді електен өткізген ұнымызды саламыз. Қамыр қопсытқышымызды саламыз. Қамыр қопсытқыш салғаннан кейін қамырымызды 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде реакция жүріп, қамырымыз көтеріліп тұрады, қараңыздар. Тапамызға майымызды құйып, орташа отта бір қасықтан саламыз. Май қызғаннан кейін салғандарыңыз дұрыс, сол кезде майын бойына қатты сіңірмейді. Асты қызарғаннан кейін 3-4 минутта қызарады. Сосын екінші жағын осылай аударып пісіріп аламыз. Біздің құймақтарымыз дайын. Қараңыз, ортасы әдемі болып піскен, шикі емес. Жасап көріңіздер, сіздермен болған Айзада.